Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрдана. Бүгінгі видеода мен сіздерге асқабақ қосылған самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Оған әрине де бірінші кезекте асқабақ қажет болады. Оның сыртын жақсылап тазалап, жуып, майдалап тураймыз. Екінші кезекте айта кететін нәрсе қамыры. Оны кәдімгідей самсаның қамырының рецептісі менің парақшамда да, YouTube каналымда да бар, көре аласыздар. Өте оңай: жұмыртқа, су, ұн, тұз болса болғаны, және міндетті түрде өте жұмсақ болғанша илеуіміз керек. Және қамырына мен осындай пионер деген ұнды қолдандым. Және міндетті түрде оны майға жасап алуды ұмытпаңыздар. Ортасына май жағуды, сол кезде тәтті әрі күшті болып шығады. Келесі кезекте самса қосатын көкөністер. Ол жерде бізде картошка, сәбіз, пияз бардың барлықтарының сырттарын ашып, осылай суға жуып аламыз. Енді барлығын араластырып, немесе осылай үкіштен өткізсеңіздер болады. Және мына екі қамырды жақсылап майлап жаямыз, кішкентай бөліктерге бөліп. Ал мынау бізде фаршы дайын болды. Бұның бетіне міндетті түрде тұз, бұрыш бәрін салуды ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте біз мына қамырымызды жаямыз. Әрине оны түрлі кішкентай бөлшектерге бөлсеңіздер болады. Міне, примерно сіздерге бөліп көрсеттім. Сіздер де тура осылай жаясыздар. Яғни бөлесіздер, одан кейін жаясыздар. Міндетті түрде майлап алыңыздар. Мен құрамына май қостым, содан кейін осындай болып тұр. Енді әрқайсысын жаямыз және ортасына фаршты салып түйеміз. Қалай түйу керек екенін көрсетіп өтейін. Негізі өз қалауларыңызша қалай түйсеңіздер де, өйткені ол әркімнің фантазиясына қарай болады. Менде каналымда осы самсаларды түйу әдістері де бар, көре аласыздар. Мен әртүрлі әдіспен түйдім. Және де біз бұны 180 градуста пісіріп аламыз. Қалған фарш артып қалуы мүмкін. Мен оны басқа заттарға қолданып жіберемін деп қалдырып қойдым. 180, то есть 220 градуста пісіріп аласыздар. Міне достар, бізде дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіз.